Салам алейкум, қазақтар. Медиа жастар жиі сұрап жатыр. Неге бізде Қазақстанда кейбір қазақтар әлі бай емес деп. Мен айтып отырмын, барлық ол Кеңес одағы кінәлі. Өткенде 95-97% қазақтардың саны Кеңес одағы кезде аударда күштеп ұстаған, қалаларға жібермеген. Ол не үшін солай әдейі жасаған? Ол мынандай қазақтар арту қалдыру үшін істеген әдейі. Себебі біз білеміз, ауылдарда мұражай жоқ, театр жоқ, университет жоқ, білім беру өте, нәтижесі өте төмен, медициналық қызмет көрсету өте төмен, шай мен нан ішкен, басқа ештеңе болған жоқ, жол болған жоқ. Сондықтан да ол әдейі жасалған. Мен алдамаймын. Айналып көрсеңіздер, қазақтар қалаларда тұратын Қазақстанда барлығы немесе жаңа ғана көшіп келген ауылдан, немесе тәуелсіздік алғаннан кейін көшіп келген. Бір жігіт маған айтады: аға, мен 5 жыл бұрын Алматыда көшіп келдім, болды, мен қала тұрған дұрыс емес ол. Мамандардың пікірін бойынша, 5-6 ұрпағы қалаларға көшіп келген нағыз олар қала тұрғыны болып санай алады.